Сәлем достар, біз бүгін шақ-плов дайындаймыз, яғни хан палау. Ең алдымен палауды дайындап аламыз. Өздеріңіздің дайындап жүрген әдістеріңізбен дайындасаңыздар болады. Ең бастысы палауымыз езіліп кетпеуі қажет. Енді қамыр илейміз. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, сұйық май, тұз, су қажет. Тұзды салғаным көрінбей қалыпты, сіздер тұз салыңыздар. Қамырымыз дайын болды. Енді оны дөңгелек етіп жайып, бір бөлігін табамызға саламыз. Содан соң палауымызды саламыз үстіне. Палауымызды салып біткен соң екінші бөлігімен бетін жабамыз. Оны өздеріңіздің қалауларыңызша әрлеңіздер. Содан соң жұмыртқамызды жағып, оны қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Біздің хан палауымыз дайын болды. Оны кішкене қойып қойыңыздар. Сол кезде жып-жұмсақ әп-әдемі болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.